бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді. Есімдерін айтып жатыр. Біз қанша есім білеміз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам? Ана Мұхаммад дейді. Мен Мұхаммедпін дейді. Мұхаммед дегеннің мағынасы қандай? Мақтаулы. Одан кейін мен Ахмадпын дейді. Одан кейін Ахмад деген не білеміз мағынасын? Ең мақтаулы деген сөз. Өзі араб тілінде бап бар. Аф'ала дейді ғой. Бұл ахияра, ең таңдаулысы, ең қайырлысы деген сияқты. Бұл Ахмад деген ең мақтаулы деген сөз. Одан кейін анал махи, мен өшірушімін дейді. Нені өшіруші десе, аллази ямхуллаху бил куфр. Аллах тағала мен арқылы мені себеп қылып күпірлікті өшірді дейді Аллах тағала. Одан кейін мен хаширмін дейді. Хашир деген бұл тірілуші. Анау адамдардың баршасы тірілетін уақыт бар ғой. Сол кезде баршасы менің артымда болады дейді адамдардың. Одан кейін ана ақиб, мен ең соңғысымын дейді. Ең соңғысы деген не? Менен кейін пайғамбар жоқ деген сөз. Менен кейін пайғамбар келмейді. Мен ең соңғы пайғамбармын деген сөз. Одан кейін келесі Хузайфа радиаллаху анху айтып жатыр. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды Мадинаның көшелерінде кезіктіріп қалдым дейді. Сол кезде маған есімдерін атап берді дейді ғой. Ана Мұхаммадун, мен Мұхаммедпін. Ана Ахмадун, мен Ахмадпын. Ана Наби Рахма, мен рахым пайғамбарымын, мейірім пайғамбарымын. Ана ва Набию Тауба, мен тәубе пайғамбарымын. Ва ана Муқаффа, мен артымнан ерітуші пайғамбармын. Ана Хашир, мен Хашир деген жаңа не дедік? Тірілу деген сөз ғой жалпы. Адамдардың баршасы артымнан тірілетін сондай пайғамбармын. Және ана набиюл мулахим дейді. Мен соғыс пайғамбарымын дейді. Енді бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қысқаша есімдері. Мынау Далаилул Хайрат деген кітап бар. Сол кітапта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның 100 есімі жазылады. Сіздерге қосымша мәлімет айтып отқам ғой. 100 есімі ішінде жазылады. Соны негізі оқуға әдеттену керек.